Баяғы заманда үш кісі жолда келе жатып, жаңбырдың астында қалып, бір үңгірге кіріп тығылады. Сол сәтте үлкен бір тас құлап, үңгірдің аузын жауып қалады. Іштерінен біреуі мынадай ұсыныс жасайды. Келіңдер, бәріміз ең жақсы әрекеттерімізді айтайық. Раббымыз осы жақсылықтарымыздың берекетімен бәлкім бұл үңгірден бізді құтқарып қалар. Сөйтіп біреуі былай деп бастайды. Менің бір жеке кәсібім, қолымда бірнеше жұмысшым бар. Бір жұмысшым түске таман келіп басқалар істегендей мөлшерде істеді. Оған да басқаларға бергендей ақша бердім. Бір жұмысшым бұған ашуланып, ақшасын алмай кетіп қалды. Мен оның ақшасымен бір ұрғашы бұзау сатып алып бақтым. Біраз жылдардан кейін бір қарт кісі келіп бұрынғы жалақысын алмай кеткен жұмысшы екенін айтып ақшасын сұрады. Мендегі көбейген сиырлардың барлығын оған бердім. Я Раббым, мен бұл істі сенің разылығың үшін жасадым. Осы жақсылығым үшін бізді бұл бәледен құтқар. Бұл кезде тас кішкене ашылып жарық көрінеді. Екінші кісі былай деп жалғастырады. Мен өте бай едім. Халық қиналған кезінде менен ақша сұрайтын еді. Бір күні бір әйел келіп ақша сұрады. Маған берілсең ғана берем, дедім. Ол көнбеді. Үшінші келгенінде көнгенімен қатты дірілдеп қалтырап тұр еді. Не үшін дірілдеп тұрсың? Деп едім. Аллахтан қорқып тұрмын, деді. Сол кезде, сен бұл кедей халіңмен Аллахтан қорқып тұрсың. Ал мен байлығыммен қалай Аллахтан қорықпаймын? Деп бұл ниетімнен қайттым. Сұраған ақшасын бердім. Я Раббым, мен бұл жаман істен сенің разылығың үшін тыйылдым. Бізді бұл бәледен құтқар. Бұл сәтте тас тағы да ашылды. Үшінші кісі былай деп айтып берді. Менің кәрі анам бар еді, оған тамағын беріп, шайын ішкізіп қызмет етемін. Бір күні үйге кеш келдім. Сүт ыдысымен жанына барғанымда ұйықтап қалғанын көрдім. Таңға дейін жанында күттім. Оянғанда тамағын беріп, сүтін ішкіздім. Я Раббым, бұл істі сенің разылығың үшін жасадым. Соның құрметіне бізді бұл бәледен құтқар. Осыдан кейін тас толығымен ашылып, үшеуі де ол жерден құтылды.